Жылағаты туралы аңыз афсаналар. Төле би ауданына қарасты Қайнар ауылының етегіндегі көлемі кішірек келген ойпаң сайда Жылағаты, кейде Жылаған ата деп аталатын киелі жер бар. Осы киелі орын жайлы ел аузында түрлі әңгімелер бар. Бірінші аңыз. Ежелгі заманда қоныс жайлаулары бір-бірінен қашық, дара-дара боп отырған қазақ ауылдары әккі жаудың тұтқиылдан шабуылына қашанда әлсіз болады. Білек біріктіріп, үлгерсе жақсы, үлгермесе жау табанның астында қалады. Осындай бір дүлберен кезінде бір ауылдың адамдары кеп қалған қалың жаудан жасқанып, асығыс үсігіс дүрк көтеріліп, іргедегі елге жетіп, жауға қарсы тұрмақ болады. Үдере жөнелген елдің көзіне екі кішкене жұртпашақ бала ілінбей қалады. Жаудың жендеттері әлгі екі баланы найзамен шанышқылап, сайдың екі бетіне кезек-кезек қуалап, әбден ғазаптайды. Өкпелері өшіп, қансыраған екі бала біреуі сайдың бір бетінде, екіншісі екінші бетінде томпайып жатып жан тапсырады. Жаудың бетін қайтарғаннан кейін өкініштен өзегі өртенген ел екі баланы жатқан жерлеріне арулап жерлейді. Кейіннен қайтыс болғандары осы жерге жерлейтін болыпты. Бертін келе бұл жер қорымға айналған. Қазір сол сайға нуағаш өсіп, көзге сонадайдай шалынып, етегі жылай аққан бұлақтарға толы. Қайғылы халықтың таусылмас көз жасы екен деп ұғынылады әлгі аққан бұлақ сулары. Екінші аңыз. Ертеде байлығына сай, ақылы, парасаттылығы, жанашырлығы мен мейірімділігі мол діндар ана өмір сүріпті. Оның жалғыз ұлы болыпты. Күндердің бір күнінде әлгі сүйікті ұлы кенеттен қайтыс болады. Қайғы отынан күйінген кейуана сүйікті ұлын қазіргі Жылаған атада жер анаға тапсырып, жар бойындағы үңгірді пана етіп, күн түндемей сүйікті ұлын еске алып, көз жасын көлетеді екен. Ел арасындағы әңгімеге қарағанда, жар жарғалауынан тамшылап ағып тұрған сулар әлгі кейуананың көз жасы екен. Тағдырдың тақсіретіне күтпеген жерден кез болған кейуана ендігі өмірін адам баласына жақсылық жасауға, емшілікке бет бұрып, ауру сырқаудан айығуға, себепкер болуға арнауды мақсат етеді. Ол науқастарды жеті бұлақтың қосынды суымен емдеп, талайларды ажал құрсауынан аман алып қалыпты. Көп ұзамай-ақ оның есімі шарт тарапқа әйгілі болыпты. Күндердің бір күнінде әлгі кейуана із-түссіз жоқ болып кетеді. Оның қайда кеткенін, қалай ғайып болғанын ешкім де білмейді деп айтылады аңыз соңында.